Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қара бидай ұнынан ашытқысыз, яғни ешқандай глютенсіз пайдалы нан пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға ржаная мука дейді, яғни қара бидай ұнын електен өткізіп салып аламыз. Оның үстіне жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық ас содасын және 1 шай қасық қант саламыз. Және жылы айранымызды құйып, қолға жабыспайтындай етіп қамырлейміз. Мінекей біздің қамырымыз қолға жабыспайтындай кішкене осындай тығыздау болады. Енді формамызға салып, өздеріңіз қалаған формасын жасап, бетін осылай пышақпен кесіп шықсаңыздар да болады. Нанның бетіне дән себетін боламын. Дәндері түсіп қалмас үшін нанның бетіне кішкене осылай су жағып шығамын. Нанның бетіне дән сеппей пісіре берсеңіздер болады. Мен осындай кунжут, асқабақ дән және семечкенің дәмін сеуіп шықтым. Нанды енді қызып тұрған пеште 200 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Нанымыз дайын, осындай көтеріліп, әдем болып пісіп шықты. Қазір кесіп көрсететін боламын. Күніге ақ нанның орнына арасында осындай қара бидай ұнынан пайдалы нан пісіріп тұрыңыздар. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.